Алматыда қала ішінде жолаушы тасымалдайтын автобустар мен троллейбустардың сын көтермейтін қызметі тұрғындардың жиі талқылайтын тақырыбына айналған. Жүргізушілер қауіпсіздігіне мән берместен ішке адамды лық толтырып алып, жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзатыны, аялдамадан тыс кез келген жерге тоқтау сынды түрлі арыз шағымдар жасалғанымен еш нәтиже жоқ. Мегаполистегі осы бір түйткілді мәселенің түйінін шешуге биліктегілердің де қауқары болмайтын сияқты. Қазір 65-ші бағыттағы маршрутқа көрейік. Міне, дәл қазір мен әупірімдеп жүріп, қоғамдық көлікке міндім. Бірақ оның ішінде ине шаншарға орын жоқ. Бұл жерде әсіресе жас балалар мен қарт кісілерге өте қиын. Таң ертемен көлік қозғалысының айқай-шусыз жүрген кезі жоқ. Автобустың сыйымдылығына қарамастан, жолаушыларды бірінің үстіне бірін мінгізердей етіп тиеп алатын жүргізушілер алып бара жатқан адамдардың жай-күйіне алаңдайды дегенге сену қиын болып тұр. Маршруттағы топырлаған адамдар бірінің аяғын бірі басып, кептетіліп, енді біреулеріне ауа жетпей әрең тұрады. Алуға тырысады адамдышы, бірақ енді тола болған кезде енді қалай алам дегенде әңгіме болады да, иногда енді көрсетіп кетеді бүйтіп, рульдан қалай симайсың ғой деген. Үлкендеу автобус береме, или мына гармошкаларда шығып жатыр ғой қазір енді. Сондай ұзынырақ автобус береме, сондай енді сұраныстарымыз бар. Жалпы қала бойынша 110 бағытта жүретін маршруттар ірілі ұсақты 15 тасымалдаушы компанияға тиесілі. Яғни барлық автобустар жүргізушілердің жеке көлігі емес. Мұндай жағдайда автобус жүргізушілерінің не себепті шектен жолаушы мінгізетінін түсінбейміз. Әлде жолаушылардың тағдырына әлгі 15 компания жүрдім бардым қарайды ма? Күнде осында кезде бір водитель сұрағанда, ол айтады, біз ақша жинауымыз керек, бізде план бар деп айтады. Сонда арасындағы бір-екі автобус шықпай қалатын шығар деп ойлаймын. Бетін әрі қылсын деп тілейік. Адамдар көп мінетін маршруттардағы жағдайды ретке келтіру үшін міндетті түрде адам шығыны болмаса белгілі бір деңгейде жарақат алу керек пе? Жасұлан Наурызәлі, арнайы елден хабар үшін.